Берік, амансың ба? Мен ғой, общем, хозяин квартира маған соғып жатыр. Общем, квартираны 600 мыңға жалдат деп жатыр. Орыстар келіп жатыр, біз кредитті жабуымыз керек дейді. Інім ренжіме, мана қалған күннің ақшасын өзіңе қайтарып беремін. В общем, квартираны босата ғой, інім. Өйткені дейтін, мана осы проблема, осы Россияда болған проблема пайдаланып қалды. Біздер тек кредитімізді жабайық, ол кредитке алынған еді ғой, қырғын ақша төлеп отырмыз. Соның қате болса да төлей берейік, анау мынау дейтін ештеңесі жоқ. В общем, сол інім квартираны босату керек срочно. Сәлеметсіз бе? Мен қазір данныймен шыға алмаймын. Неге сіз ертерек ескертпейсіз? 14 күн алдыңыз, негізі 14 күн бұрын ескертіп қою керек деді. Ондай нәрсені. Мен квартира іздеп көрейін. Бізге ақшаны толмай беріңіз, 200 мың теңгені. Мен 100 мың теңгемен шыға алмаймын. Мен қазір риэлтормен сөйлесем. Мен қазір квартира тапқанша шыға алмаймын. Жоқ, мен саған 200 мыңды қайтармаймын, сен тұрған күніңді не, мен саған әншейін тұрғызбайды деп отырсың ба, інім? Мен саған айтып тұрмын ғой жағдай, сен мен 600 мың төледі, тұра бер. 600 мың төлей алмайды екенсің, шығамыз. Мен де дейтін қазір, інім де көмір отырмаймын мен сен үшін дейтін. Болды, шығамыз, інім. Төлейтін болсаң, төлемейтін болсаң, шығамыз, болды. Менің шаруам жоқ, сен де менің кредитімді төлейсің ба? Қатырасың да сен дейтін, мен дейтін, анау мынау, мен білмеймін, квартира менікі, болды, шығамыз, інім. Адамгершілікті президенттерден сұра, маған ешкім көмектесіп отырған жоқ. Інім, онда қазір участковыймен келемін де шығарып жіберемін сені, все. Так, Берік, в общем, былай, сендер дейтін 12-ші неде кіріпсіңдер, сентябрьде қазіргі уақытқа дейін 12 күн, в общем, 79.200-ді қой деп тұр, інім. Ақшасын бер, 79.200 шықсын деп жатыр сендерге. Мен қазір ол үйді суточный жалдаймын 20 мыңнан. Өйткені кредиттерді төлеуіміз керек, мынандай шансты пайдаланып қалмасақ, маған бермейді ешқандай ақшаны. Мен дура емеспін ғой, мұндай шансты пайдаланбай отыра беретін. Так что давайте шығамыз, мен ақшаңды қазір барам саған, квартираны босата ғой. Мен өзім квартираның бүкіл документімен барам да, участковыймен барам, болды. Берік, тағы да бір квартирам бар, солардың бәрін кісілер бәрі шығамыз деп жатыр, шығарып жатырмын. Мен суточный жалдауым керек десе тек. Анау мынау дейтін бәлен түгені жоқ. Ақшаңды қайтарып беремін. Тұрған 11 күнің ба, неше 79.200-ді шегіп таста, 200 мыңнан қалғанда 20.800 ба, соны да қайтарып беремін, болды, шыға қойдым. Анау мынау дейтін ештеңесі жоқ. Қазір ешкімді жеңбейді, милициямен барам да, болды. Өз үйім, өзім білемін, не істесем. Өзім тұрғым келіп тұрғанша. Сен не шаруаң бар, мен саған шық деп тұрмын ғой, болды. Басқа қатырмай шығамыз қазір.